Кифопластика бұл егде жастағы науқастарда остеопороздан туындаған омыртқа сынуларының салдарынан пайда болатын арқадағы ауырсынуды емдеу үшін қолданылатын кішкентай тесікті минималды инвазивті омыртқа хирургиясы. Бұл сынулар үйде немесе жұмыс орнында болмашы жарақаттан кейін, әсіресе 60 жастан асқан әйелдерде, әсіресе егде жастағы адамдарда пайда болады. Олар әдетте арқадағы ауырсынумен көрінеді. Олар отыра алмайды, тұра алмайды немесе төсекте бұрыла алмайды. Сондықтан бұл аяқтағы ауырсынумен байланысты болуы мүмкін немесе болмауы мүмкін. Сонымен ол қалай диагноз қойылады? Ол сынуды анықтау үшін бел омыртқасының рентген немесе МРТ арқылы диагноз қойылады. Егер ауырсынуды төсек режиммен консервативті түрде басқаруға болатын болса, онда біз әдетте консервативті емдеуді ұсынамыз. Бірақ қазіргі уақытта барлығы тәуелсіз ауырсынусыз болуды қалайды. Сондықтан олар бірден жүруді қалайды. Сондықтан кифопластика бұл процедура. Онда біз навигациялық жүйенің көмегімен омыртқа денесі немесе омыртқа сынған жерге кішкентай ине енгіземіз. Және сүйекке цемент енгізіледі. Бұл өте кішкентай процедура және ол 30 минуттан аз уақытқа созылады. Және әдетте науқас процедурадан кейін 30 минут ішінде жүреді. Бұл жергілікті анестезиямен жасалады. Сондықтан науқастың ауруханада бір күннен артық қалуы қажет емес. Және науқас сол күні ақ жүре алады. Неге кифопластика қазіргі заманда маңыздырақ? Қараңыз, қазіргі уақытта біздің отбасының әлеуметтік құрылымы өзгерді. Бұл ядролық отбасы және остеопорозды омыртқа сынуы бар науқасқа үйде немесе ауруханада ұзақ уақыт бойы күтім көрсету қиын. Бұл әлеуметтік және қаржылық тұрғыдан аз тиімді. Сондықтан барлығы тез емделуді қалайды. Осылайша олар өздерінің әлеуметтік құрылымына қайта оралып, қаржылық тұрғыдан да тиімді болады. Кифопластика осындай бір мүмкіндік.